Армысыздар қадірменді көрермен, рахат бір арнасында таңғы жаңалықтар. Бүгінгі айдарымыздан көретіндеріңіз. Жоба аясындағы алғашқы жұмыстар қандай деңгейде өтіп жатыр? Оқушылардың белсенділіктері қандай? Бұл туралы мектеп әдіскері Жазира Талипхановна не деп сұхбат берді? Осы туралы хабарлайтын боламыз. Мектебімізде 4-ші сынып оқушылары арасында оқушылардың оқу сауаттылығын дамытуға бағытталған өнер алды қызыл тіл жобасы өз жұмысын бастады. Дәлірек айтсақ, 3-ші ақпан күні 4-ші Д сыныбы алғаш болып іс-шарасын жүргізді. Бұл туралы мектеп әдіскері Жазира Талипхановна не деп сұхбат берді? Келесі бейне материалдан тамашалаңыздар. Төртінші сыныптар арасында өнер алды қызыл тіл атты жобасы басталды. Барлық 4-ші сыныптар жобамен жұмыс істеп жатыр. 10 күндік барысында әр сынып белгілі бағыт бойынша жұмыс нәтижелерін көрсетеді. Бүгін 4-ші Д сыныбында мәтін тақырыбы, мәтіндегі негізгі ой, кейіпкер, композиция бағыты бойынша жұмыс нәтижелерін көрсетті. Оқушылар жас ерекшеліктері кіші бастауыш сынып оқушылары болса да, сыныптан тыс зерттеу жұмыстарымен айналысуда. Оқушылардың осы іс-әрекетін бағалай отырып, Пирлс халықаралық зерттеу жұмысына дайындығы жақсы деп айта аламын. Біз бүгін 4-ші сынып жетекшісі, бастауыш сынып мұғалімі Жалубаева Дина Карамановнаның мәтін тақырыбында өткізілген сабағына қатыстық. Бұл сабағы бастауыш сыныптар 4-ші сынып мұғалімдердің арасында, оқушылардың арасында жүргізіліп жатқан өнер алды қызыл тіл жобасы аясында өткізілген ашық сабақ болатын. Жалпы бүгін бастауыш сынып мұғалімі Жалубаева Дина мәтін тақырыбын өте жақсы жүйелі оқушыларға жеткізе білді. Оқушылар да мәтін тақырыбын жақсы түсінген, мәтіннің не екенін балалар біледі, түсінік қалыптасқан, мәтіннің қандай түрлері бар, оқушылар жаңа керемет жауап бере алды. Оқушыларға Ыбырай Алтынсариннің «Әке мен бала» мәтінін бере отырып, мәтіннің әңгіменің басталуынан шешіміне дейінгі кезеңдерді оқушылар пирамида әдісі арқылы кезең-кезеңмен жеткізе алды. Және соны «Әке мен бала» мәтіннің тақырыбынан, мәтіннен сол кезеңдерді тауып, оқушылар белсене сабаққа қатысты. Және сонымен қатар мәтіннен мақал-мәтелдерді тапты оқушылар, Ыбырай Алтынсариннің шығармаларын атап берді. Жалпы сабақ өте жоғары деңгейде өтті. 4-ші сынып мұғалімдеріне және оқушыларына осы жобаны іске асыру кезінде сәттілік тілеймін. Жоба ары қарай жалғасын табады. 4-ші сынып оқушыларының тағы да біз сабақтарына қатысамыз. Сәттілік тілеймін. Хабарымызды жалғастырамыз. Сонымен қатар 3-ші сыныптар арасында көркем жазу өнер атты қашықтықтан көркем жазу сайысы ұйымдастырылды. Сайыс туралы толығырақ әріптесім Дания Жарқынқызы хабарлайды. Көркем жазу ол әдемілік, сұлулық, көркемдік, жақсы сапа. Әдемі жазу да өнер. Осы мақсатты жүзеге асыру мақсатында 3-ші сыныптар арасында көркем жазу сайысы ұйымдастырылды. Сайыс барысында ең әдемі жазған оқушы анықталып, марапаттар мен номинацияларға ие болды. Осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Күндеріңіз жағымды жаңалыққа толы болсын. Сау болыңыздар.